32-ші сабақ тақырыбы тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейін. Сабағымыздың оқу мақсаты түрлі дерек көздер негізінде тарихи кезеңдердегі технологиялық прогрестерді анықтау. Балалар, тақырыбымызды бастамас бұрын прогресс, техника, авиация сөздерінің мағынасын ашып алайық. Прогресс деген сөз бүкіл адамзат тарихы мен қоғамның дамып, алға басу, өрлеу үдерісі. Кез келген прогрестің негізінде адамның білімге деген талпынысы, ізденісі және үздіксіз еңбегі жатыр. Ал техника деген сөз шаруашылықта қолданатын қондырғылар, мәшине, түрлі құралдың жиынтық атауы, құрал немесе құрылғы. Ал авиация деген сөз әуе қатынасы құралдарының жиынтығы, әуе флоты. Балалар, енді жан-жақтарыңа назар аударыңдар. Жан-жағымызда адамның қолынан шыққан заттар мен бұйымдарды, техникалық құралдар мен аспаптарды көрудеміз. Мектепте компьютермен жұмыс жасайсыңдар. Үйде тұрмыстық техниканы қолданасыңдар. Ол техникаларсыз адамның қазіргі өмірін елестету қиын. Әрдайым осылай өмір сүрдік пе? Жоқ, әрине. Олай болса, әртүрлі дерек көздердің негізінде тарихи кезеңдердегі технологиялық прогрестерді анықтайтын боламыз. Олай болса, мына суреттерге мұқият назар аударып қарайық. Адамдар тас дәуірінде шаруада жерді тас кетпенмен қопсытты. Одан кейін ағаш соқа ойлап тапты. Одан кейін атқа жегетін темірден жасалған доңғалақты соқа ойлап тапты. Ал сол темір доңғалақты соқаны одан кейін қуатты тракторлар тартты. Енді қараңдаршы балалар, осы тас құралдардан темір құралдарға алмасқанға дейін арада қаншама жылдар өтті. Ал соның нәтижесінде адамдардың өмірі жеңілдеді. Егістіктен мол астықтар жинады. Ал бұл деген сөз адамдарды аштық қаупінен құтқарды деген сөз. Адамзат, балалар, бұнымен шектеліп қалған жоқ. Олар енді аспанға ұшуды армандады. Олар ұшатын аппарат қажет екенін түсінді. Ең алғашқы ұшақты американдық ағайынды Райттардың ұшағы 1903 жылы ойлап тауып, ол әуеге көтерілді. Одан кейін 1915 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ұшақ. Одан кейін 1975 жылы дыбыстан жылдам ұшатын Ту-144 ұшағы. Ал 2019 жылы Air Астана компаниясының Boeing 757 ұшағы қолданысқа ене бастады. Ал 20-шы ғасырдың ортасында ғарыш дәуірі басталды. Жер орбитасында ғарыш станциялары ашылды. Яғни 2015 жылы Союз ғарыш кемесі және Мир орбиталық ғарыш станциясы. Бұл станцияларда әр елдің ғарышкерлері жұмыс істейді, балалар. Енді келесі суреттерге назар аударайық. Бұл жерде өзімізге таныс компьютерлердің даму тарихы. Яғни 1946-60 жылдардағы компьютерлердің көлемі өте үлкен болған. Олар бүкіл залды алып тұрған, үлкендігі соншалық. Ал 1970 жылдары одан кішкене шағындау компьютерлер шыға бастады. Ол жерде көптеген есептеу операциялары орындалды. Ал енді қазіргі заманға келетін болсақ, компьютердің түр-түрі, дизайндары әртүрлі десек те болады. Және ноутбуктарды қолданысқа енгіздік. Қазіргі кезде техникалық прогресс көз ілеспейтін жылдамдықпен дамып келеді. Ол үшін мынадай видеоны тамашалап алайық.
Адамға ұқсайтын робот дейді ғой. Осы. Әріптестер, беріңдіш. Не қызық болып жатыр мына жақта? Бала күндерің естеріңде ме? Әрине, есімізде. Бала күнімізде Вау, қандай тамаша қызықты қорапша. маңдай кассетадан видикке салып қойып, небір фильмдерді. Біздің үйде болатын Бауыржан шоу. Сол Бауыржан шоуды басына айландырып қойып, көретінбіз осы кассетадан. Иә, дұрыс, есімізде. Тағы не бар мына жақта? О, мына телефонды қарасаңдар, нағыз ретро. Осындай күлгін түсті телефондарды ұнатушы едік қой кезінде. Nokia, естеріңізде ма, құрметті көрермен? Ал мынандай фотоаппараттар енді қазіргі таңда антиквариат қой енді. Бұл мен фотоаппаратым, келдер. Кел, екеуің Ой, бай, түсіріп кетсек. пленка бар ма? Пленка бар. Қадырларында санаушы едік қой кезінде. Мына фотоаппаратың істей ма, Жансерік? Қымбат телегөрмендер, естеріңізде ма? Мына фотоаппарат, міне. Дәл осындай фотоаппараттың кезінде пленка салып қойып, барын дайындап келгем. Жоқ, істейді ғой, ә? Әрине істейді. Болдан да кеттік. Ал, Біз суретке түсудің шеберіміз ғой. бір ары түсірім. Ұялы телефон сияқты қайта-қайта түсірі жоқ. Сонымен, 1, 2, 3. Ал кеттік. Шарп бересің ғой? Түсірдім. Әдемі сурет. Көре алмайсыздар бірақ, өкінішке Қанша қарай. кадр қалды? Жетеді, біраз бар. Мына жерде жазылып тұршы еді ғой саны. Мынанша кадр қалды деп. 12 кадрлік пленкалар, 36 кадрлік пленкалар. Бұл 36 кадрлік пленка екен, 28 бар әлі. Жақсы, тамаша. Онда эфирден кейін тағы да суретке түсеміз, естелікке. Иә, мұндай Әріптестермен бүгінде мұндай бірге фотоаппараттар антиквариатқа расымен де айналды деуге толық негіз бар. Енді Қазір айналаның барлығын 360 градусты түсіруге арналған объективтер де бар ғой енді. Өте дұрыс айтасың, жалпы енді ақылды көзілдіріктер дейміз, ақылды кроссовкалар дейміз, ақылды үй дейміз. Жалпы өміріміздің бәрі өзі ақылды болып кетті ғой енді. Бүгін білесіздер ма? Ғылым күні екен. Енді біздің көрермендерімізді де бұл атаулы күнмен құттықтаймыз. Жалпы ерекше ғылыми технологиялар жайлы келесі бейнематериалды тамашалаңыздар. Бүгінгі атаулы күнге орай түсірілді. Мынау естеріңде ма? Мынау ұялы телефон, мынау ұялы телефон. Жұмысқа тезірек бару керек. Жоқ. Дөңгелектің желі шығып кетіпті ғой. Кәдімгі желі үрлегішті пайдалансам, көп уақыт алады. Не істесем екен, ә? Дөңгелегім лезде үрленіп шыға келді ғой. Ride Air желірлегіші өте ыңғайлы құрылғы. Велосипедке орнатып алып, кез келген сәтте қажетіңізге жаратасыз. Көп күш жұмсамайсыз. Бар болғаны үрлегіш батырманы 10 секундтай басып тұрасыз. Сондай-ақ бұл құралмен өзге де дөңгелектерді, допты, суға жүзуге арналған баллонды желге толтыруға болады. Фотоға көп түссеңіз қолыңыз талып кете ме? Онда жақында шыққан мына бір ақылды фотоаппаратқа назар салыңыз. Бұл құрылғы суретке 1 сағат бойы тапжылмай, басын әрлі-берлі бұрып, түрлі ракурстан өзі таспаға жаза береді. Құдды бір фотографтың өзі түсіріп жатқандай әсерде боласыз. Сондай-ақ дұрыс түсірілмеген фотоны фотоаппарат автоматты түрде өзі жөндеп береді. Ақылды көзілдірік. Сіздің сөзіңізді естіп, әр бұйрығыңызды бұлжытпай орындайтын құрал. Ол үшін ұялы телефоныңызды Bluetooth баптау арқылы көзілдірікпен байланыстырыңыз. Сонда визуалды хабарландыру ала аласыз. Саған Марат хабарласып жатыр. Бағыт бағдар сілтейді. Қазір оңға бұрыласыз. Және қалаған әуеніңізді қойып береді. Суға салсаңыз жұмыс істей береді. Белсенділікті де қадағалап отырады. Сіз 600 шақырым жүгіріп өттіңіз және 400 калорий тастадыңыз. Жарайсыз. Сонымен қатар фотоаппарат қызметін де атқарады.
уақытты да біліп береді. Сағат 8:30 болды. Ал көзілдіріктен көз жазып қалсаңыз, уайымдамаңыз. Телефонның көмегімен бірден тауып ала аласыз. Аптасына бір рет қана қуаттайсыз. Жүгіргенді жақсы көресіз бе? Онда мына бір кроссовкаға қараңыз. Ерекше дизайн. Телефоныңыздан қажетті баптауларды таңдап, оны әп-сәтте мың құбылта аласыз. Қалаған суретіңіз шыға келеді. Қиялыңызға қанат бітірсеңіз болғаны. Ал мынадай сигойды көріп педіңіз? Қос аяққа жеке-жеке киіп алып зырылдауға болады. Толқынды жүйе. Түрлі жолда бұрылуға мүмкіндік беретін үлкен дөңгелекті ыңғайлы құрылғы. Мұнымен діттеген жеріңізге жылдам жетесіз. Сол кезде болашақта бір костюм шалбар сатып алып, түсін өзгертіп қойып жүре беретін шығармыз, Тамаша көрдің, ғылым мен техниканың дамыған қандай күшті. Бір тұрғыда дұрыс шығар, дегенмен де екінші жағына меніңше бұл ұзаққа созылмайтын сияқты. Енді жаңа техниканың барлығы адамның өмірін жеңілдету үшін жасалып жатыр ғой. Әлгінде сөз бар еді, еріншектер ғана көп нәрсені табады деген. Қымбатты көрермен, енді ол техниканың дамығаны бізге де қолайлы шығар, өйткені кір жуғыш машиналар, ыдыс жуатын машиналар деген сияқты. Ал балалар, видеодан қызықты мәліметтер алдыңдар деп ойлаймын. Сұрақ: бүгінгі мектеп болашақта өмір сүруді үйретеді. Қалай ойлайсыңдар? Болашақта прогресс көшінен қалмау үшін қандай қабілеттерді жетілдіру керек? Әрине, бізде икемділігіміз, ептілігіміз болу керек. Ал қазіргі техника адам өмірін жеңілдетіп жатыр ма, немесе қиындатып жатыр ма? Әрине жеңілдетіп жатыр. Ол жағын өздерің күнделікті көріп жүрсіңдер. Балалар, сендердің алдарыңда білім қоржыны. Яғни біз бүгін сабақтан нені ұқтық, нені үйрендік, нені білдік, яғни қоржынымызға салып алайық. Біз бүгін прогресс, техника, авиация деген сөздермен таныстық. Және техникалық құралдардың даму тарихымен таныстық. Одан кейін болашақта прогресс көшінен қалмау үшін ептілік, икемділік қабілеттерімізді жетілдіру керек екендігін білдік.